Ассалаумағалейкум, құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары, сіздерге кезекті видео жазба жасап отырмын. Бұл видео жазба bilimcenter.kz сайтында оқушылардың халықаралық тест, яғни физа тестіне дайындалу жүйесін осы bilimcenter.kz сайтында жүргізетін боламыз. Әрбір мектепке жаңағыдай онлайн мектеп арқылы оқушылар, мұғалімдер толыққанды тіркелді. Мен қазір онлайн мектептің bilimcenter.kz сайтын ашып отырмын және оқушының логин паролін енгізіп отырмын. Сіздер де өздеріңіздің оқушыларыңыз тура осы көрсеткіш бойынша кіру керек. Мына сілтемені жіберіңіздер. bilimcenter.kz логин паролін жіберсеңіздер, кіру батырмасын басқан кезде осы жүйеге жалпы кіреді. Жүйе кіргеннен кейін жоғары сол жақ жоғары бұрышында жалпы білім алушыларға деген бөлім ашылады. Осы жерде диагностикалық тестілеу және кесте деген тұрады. Кесте батырмасын бассаңыздар, оқушыларға жүйе админ тарапынан, мектеп әкімшілігі тарапынан расписание құрылады. Расписаниені жалпы құрған кезде осы онлайн мектеп bilimcenter.kz сайтта өзі расписание қояды, мұғалімдерді тағайындап шықсаңыздар болды. Басқа ештеңе қажет емес. Егер уақытын қоямын дейтін болсаңыздар, уақытын қоюға болады. Біздің сабақтар қазір дүйсенбі, сәрсенбі, жұма күндерге қойылған. Әрі қайсысы бір сабақтан қойылған. Оқушы сол апталарды толыққанды ашып көре алады. Мысалы, алдыңғы апта қазір сабақтың барысы жалпы 4 қарашадан басталады. Жұма күні 4 қарашадан басталады жалпы. Сәрсенбі күні бар екен бізде. Сәрсенбі күні 2 қарашадан басталған. Енді оқушылар оқу сауаттылық, жаратылыстану және ғылыми, одан кейін жаһандық құзыреттілік, креативті ойлау, қандай сабақтар бар? Математикалық сауаттылық, оқу сауаттылық, жалпы осы бағыттар бойынша сабақтар өтіледі. Сағат сандары толыққанды көрсетіледі. Креативті ойлау, ол просто осынша сабақтың арасында бір ғана сабақ көрсетіледі екен. Оқушы осы аптаға дейінгі сабақтарды ашып көре алады. Бұдан кейінгі алдағы сабақтарды сол апта өзі өткен кезде ғана ашылады екен. Ал оған дейін ол апта олар үшін жабық болады жалпы. Алдағы бір аптасы ғана толық ашық көрінеді екен. Бірақ өту батырмасы оларға жабық болып тұрады. Бір ғана сабақты ашып көрсетемін. Осы жерде жаратылыстану және ғылыми сауаттылық бойынша өту батырмасын басады оқушы. Өту батырмасын басқаннан кейін осы жерде жаттығулар беріледі. Жалпы видео сабақ беріледі. Бұл сабақтың жолы қандай, жүйе қалай, сабақтың мазмұны. Видео түсіндіру және жаттығулар орны. Видео түсіндіруде жалпы 10 минутқа дейінгі видео сабақ беріледі. Видео сабақты тыңдалым жасап, бала сабақты алдын ала осы қазіргі орындалатын жаттығуларды осы видео арқылы көріп түсініп алу керек. Мұқият видеоны көру керек, содан кейін барып жаттығуларға өту керек. Жаттығулар өткен кезде мына жерде көріп тұрғандарыңыздай әрқайсысы әртүрлі беріледі. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жаттығу, 7 жаттығу, 8 жаттығудан, 5 жаттығу, 2 жаттығудан немесе 1 жаттығудан тұрады. Бірінші жаттығуларды міндетті орындап шығу керек. Орындау алдында мына жерде сауалнама беріледі, сұрақ беріледі және сіздерге бастапқы мына жаттығуды орындамас алдын 5 минуттық, 10 минуттық жаңа видео сабақтар берілген. Сол видео сабақ тыңдалым, мына жерде көрсетілген сұраққа осы жердегі реттілік бойынша жауапты бересіздер. Және бала дұрыс жауапты берді, не бермегенін тексеріп көреді. Осы жерде я жоқ батырмасын басатағыны өзі тексеру батырмасын басқан кезде программа, компьютер өзі автоматты түрде оның дұрыс не қате жауап бергенін тексереді екен. Және мұғалімдерді жеке мұғалімдерді тағайындадық. Кесте бойынша сол мұғалімдерді сол оқушылардың кім тапсырғанын, оның рейтингі қандай болғанын, қай жаттығудан қанша балл жинағанын толыққанды көре алады екен мұғалімі. Админ мұғалімді бекітті кестеге. Сол кесте бойынша оқушы осы кестелерді көре алатын болды. Және сол мұғалім сол
көрген оқушылардың, жаттығуды орындаған оқушыларда жауапты мұғалім жалпы статистикасын шығара алады екен. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Осылай жүйені толыққанды оқушыларыңыз орындап, жүйені жүргізу керек, яғни пизаға тест жүйесіне дайындалу қажет.